Баршаңызға қайырлы күн. Қалайсыздар? Біз бүгінгі видеомызда бұғаз турын жасайтын боламыз. Қазіргі таңда міне Галата көпірінің үстіндеміз. Бізбен бірге болыңыздар, достар. Бұл көпір жаяу жүргіншілерге, автобус, машина және трамвайға арналған көпір. Balık. Wow. Salıyorsun. Arap kullanmana gerek yok. Balık aulап atқан адамдар көп. Аулаған балықтарына қарасақ, барлығы ұсақ, шапақ, майда балықтар. Merhaba. Мына кісі ұйықтап қалып балық аулап отыр. Мінекей балықтар. Eminönü'ndemiz. Қазір бұғаз турына билет алып, кемемен тур жасайтын боламыз. Бұғаз туры аралдарға baruğa болады. O жерден билет alıp İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal binemiz. güzelliği eşliğinde 1 saat 45 dakika süren Boğaz turları Merhaba, Boğaz turu. Kaç? Kartla oluyor mu? Nakit. Tamam. Bilet 60 lira ekan. Buyurun. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde 1 saat 45 dakika süren Boğaz turlarımız devam etmektedir. Turumuz esnasında büfemiz sıcak ve soğuk içecekler ile hizmetimizdedir. Boğaz turumuz 7 yaş altı çocuklarımızın. Mına kemeмен тур жасайтын боламыз. 1,5-2 сағатқа жуық тур болады. Сол үшін бірінші смет алып болсақ, себебі ұзақ жүретін боламыз. Merhaba. Kaç simit? 3,5. Kaç tane? 2 tane alayım. Ne, осы жерден 60 лираға билет алып, бұғаз турын жасауға болады. Қазір ішке кіреміз. Büfemiz sıcak ve soğuk içecekler ile hizmetimizdedir. Boğaz turumuz 7 yaş altı çocuklarınız için ücretsizdir. Eminönü tur yol iskelesinden Қазір ішін көреміз. Бірінші қабат, сосын екінші қабатқа шығамыз. Әлі ешкім келмепті, адам аз. Eminönü'ден бұғаз турын жасайтын болсаңыздар, осылай 60 лираға билет алып, 1,5-2 сағаттық тур жасауға болады. Бізге сағат 4-те жүресіңдер деді. Жоғары жаққа шығып көрейік қазір. Жоғары жақта не бар?
Adamın bari üstünde ekan. Bizdiki o'rnimizni topib olamiz hozir. Bizning kemamiz Ziljida. Turimizni boshladi. Жердің бәрі, көпірдің астының бәрі кафе, ресторан, көпірдің астына жасап тастаған. Alo. Екінші бір аялдамаға келді, не үшін келген? Түсініксіз. Тағы адам алатын сияқты. Kaç para aldın bir? Ne diyeyim o zaman? Galata köprünün астынан өттік. Galata мұнарасы көрініп тұр. Керемет көздердің куәсі боламыз қазір. Менің ойымша үш көпірдіге де бармайды. Үшінші көпір себебі өте алыста. Өте шетте орналасқан қаланың аумағы. Міне алдымызда круиз. Вау, үлкен. Іште отыратын болсақ, ештеңені көре алмаймыз. Ең алдына шығып алдық. Мына жерде өтуге болмайды деп қойып қойған.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü değil. Yani 15 Mavsum Marhumlar Köprü. 1973 жылы пайдалануға берілген екен. Сол кезде әлемде 4-ші орында алған көпір, қазіргі таңда 22-ші орында. Азия мен Европаны алғаш жалғаған көпір. Астынан өтіп жатырмыз қазір. Бір айтып өтетін ақпарат. Көпірде күніне 200 мыңға жуық машина өтеді екен, әрі ақылы. Стамбулда барлық көпірдің ақылы жасап қойған. Яғни әрбір өткен жеңіл машина ақы төлеп өтеді. Алдымызда қазір Фатих Сұлтан Мехмет көпірі. Стамбулда бүгінгі таңда 3 көпір теңіз үсті. Және бір Евразия туннелі бар. Теңіздің астымен Азия мен Европаны жалғап тұрған. Мұнда адам толып кетті. Жақыннан түсірейін десек. Фатих Сұлтан Мехмет көпірі 88 жылы пайдалануға берілген. Тозалдың тұсында. Европа мен Азияны жалғап тұрған екінші көпіріміз. Азия жақ. Yani Türktер өздері Анадолу деп атайды. Türktер өз тарихын, мәдениетін сақтай білген. Мұнда ескі ғимараттарды көріп тұрмыз. Тарихи қорған, соның бәрін сақтап қалған. Туристік орын болып табылады. Қазіргі таңда туристің барлығы осы тарихты көру үшін, осы кереметті көру үшін, бұғазды көру үшін Стамбулға, Түркияға ағылып келіп жатыр. Астыңғы этаждамыз. Кемен. Ауа салқындап кетті, жел.
көзді ашып жұмғанша өтті да кетті. Кемеден түсіп жатырмыз. Yağmur, I give you to the church. Stay there. Міне достар, 1 сағат 45 минуттық турымызды соңына жетті. Көргендеріңіздей билетті 60 лираға алдық. Әр сағат сайын жүреді екен, біз 4-те шықтық. Үскүдар станциясына тоқтады. Ол жерден адам алып ары қарай екі көпірді көрсетіп, Босфор бұғазына жол жасап